Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді мультиваркада пісетін шарлотка дайындайтын боламыз. Керекті заттар 4 жұмыртқа, 2 алма, 1 стакан астық, 1 стакан қант, 1 шай қасық разрыхитель және 1 шымшық тұз. Алдымен 2 алмамыздың сыртын жуып, сыртын қабығынан ашып, ортасындағы ағаштарын алып тастайтын боламыз. Егер қаласаңыз, алманың санын көбейтіп 4-еу алсаңыз да болады. Міне, осылай алмалардың сырттарын ашып болғаннан кейін өзімізге қажетті пішінде кесетін боламыз. Мен алмаларды бірінші 4-ке бөліп, ортасындағы ағашын алып тастағаннан кейін бір жартысын уақтап турадым. 2 алманы ұзындау етіп осылай әдемілеп кесіп алдым. Бұны біздер мультиварканың астына төсейтін боламыз, яғни бұл шарлоткамыздың беткі жағы болады. Енді жұмыртқаларымызды ыдысымызға жарып салатын боламыз. Менде 4 жұмыртқа. Жұмыртқаларымыз жарып болғаннан кейін бетіне 1 шымшық тұз саламыз. 1 стакан қантымызды салып, миксермен араластыратын боламыз. Миксермен араластырғанда алдымен жай жылдамдықта араластырып, аз-аздан жылдамдығын көбейтіп араластыру керек. Біздің массамыздағы қантымыз түгелдей еріп, бетіне көбігі көтеріліп, ақ көбік болғанша араластыратын боламыз. Міне достар, біздің массамыз көтеріліп, бетіне ақ көбігі шығып, көтеріліп қалды. 1 стакан астығымызға 1 шай қасық разрыхителімізді салып араластырамыз, және оны массамызға електен өткізе отырып, аз-аздан сала отырып араластыратын боламыз. Міндетті түрде ұнымыз електен өтуі керек, және аз-аздан салып отырып араластыруымыз керек. Және араластырғанда төменнен жоғарыға қарай қасығымызбен жаймендеп араластыратын боламыз. Біздің массамыз төмен түсіп кетпеуі керек. Міне осындай қоймалжың және үлпілдек масса шығуы керек. Енді уақтап тураған алмаларымызды массамызға салып араластыратын боламыз. Жаймендеп араластырамыз. Міне біздің массамыз осындай әдемі болып, ақ көбігі шыққан, алмаларының бәрі түгелдей араласқан болуы керек. Мультиваркамызды қосып, жарка дегенге қойып, табамызға азғантай ғана сары майды салып, майлап шығатын боламыз. Майымызды жағып алғаннан кейін жарка деген пәрмені сүндіреміз. Табамыздың түбіне осылай әдемілеп кескен алмаларымызды салып шығамыз. Алмаларымыздың бетіне азғантай ғана қант себеміз. Енді табамызға жайлап массамызды құямыз. Табамызды аздап қана қозғап жіберіп, мантаваркамызды жауып, мантаваркамызды выпечка деген пәрменін басып 1 сағатқа қоятын боламыз. Біздің шарлоткамыз осылай пісіп шықты. Мультиварканы айырып 1 сағат өткеннен кейін оны сетканың үстіне суытуға қоятын боламыз. Шарлоткамыз толықтай суығаннан кейін бетіне әдемілік үшін сахарная пудра сеуіп қоюға болады. Достар, міне біздің шарлоткамыз дайын болды. Өте дәмді шарлотка шықты. Өте дәмді, өте биік
болып көтерілді және ішіндегі алмалары дымқылданып кәдімгідей өте дәмді болды. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге кеңес беремін. Менің видеомды толық қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Менің каналыма подписаться етіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.